Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерменен Гүлім, менің каналыма қош келдіңіздер. Видео ұнаса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі видео рецепт панчо тортына арналады. Бұл торт өте оңай, әрі тез жасалады. Құрамының барлығы қолжетімді. Ең алдымен жұмыртқаны алып, оған қант қосамыз. Миксерді жай жылдамдыққа қойып, 1 минут сайын жылдамдығын көбейте отыра, жұмыртқамыз бен қантымызды әппақ көбік болғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Жұмыртқалы массаға сүтімізді және күнбағыс майын құйып, миксердің жай жылдамдығында тағы да бірнеше минут жақсылап миксерлейміз. Енді иліктен өткізілген ұнымызды және қопсытқышымызды салып, миксерді қоспай араластырып аламыз. Кейін миксердің жай жылдамдығына қойып, ақырындап миксерді қосып, тағы да бірнеше минут ұнымыз біріккенше араластырып аламыз. Бізде қамыр дайын. Көріп тұрғандарыңыздай, қамырымыз қатты қою емес, сұйық болып келеді. Енді осы дайын болған қамырды алдын ала пергамент қағазы төселген, диаметрі 24 сантиметрден тұратын формада пісіріп аламыз. Қамырды пешке салмас бұрын міндетті түрде пешті алдын ала қыздырып аламыз. Мен шамамен 160-180 градус аралығында 20-25 минуттай пісірдім. Піскенін ағаш таяқшамен тексеріп аламыз. Таяқша құрғақ болу керек. Қамыр суығанша кремін дайындап аламыз. Ол үшін бізге қарапайым қаймақ қажет. Қаймақтың майлылығы 20% болуы қажет. Оның үстіне 8-5% болатын сгущенканы құйып, екеуін жақсылап қасықпенен араластырып аламыз. Крем дайын. Өте қарапайым әрі тез жасалды. Кез келген дүкеннен алуға болады. Енді суыған қамырымызды алып, оны пышақтың көмегімен формадан босатып аламыз. Бізде осындай әдемі көтеріңкі бисквит пайда болды. Тортты жинау үшін бізге арнайы шұңқыр ыдыс қажет болады. Оның бетін пищевой пленкамен жақсылап орап, жауып аламыз. Бұлай істеуіміздің себебі, кейін тортымызды жинап, оны формадан босатқан кезде оңай алынып, торт өзінің формасын бұзбау үшін қажет болады. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай әрі тез жасалады. Форманы дайындап алдық. Енді қамырды пергамент қағазынан босатамыз. Бізде өте жұмсақ, толықтай піскен, биік бисквит шықты. Енді осы бисквитті тақтайымызды қойып, формамызды үстіне салып, пышақтың көмегімен шеттерінің барлығын түгелдей кесіп аламыз. Түзулеп кесудің қажеті жоқ. Бастысы формамызға диаметріне келетіндей етіп кесіп алсақ болды. Кейіннен кесілген жан-жағындағы қамырдың барлығын алып, бір ыдысқа жинап қоямыз. Формамызды кесіп алдық. Бізде осындай әдемі дөңгелек форма шықты. Енді осы қамырды екіге бөлетін боламыз. Бисквиттің беткі бөлігін кесіп, алып қоятын боламыз. Бұл біздің тортымыздың негізі болып есептеледі. Тортымыз осы бірінші қабаттағы қоржыға жиналады. Қамырды бөліп алдық. Көріп тұрғандарыңыздай, ортасының барлығы толықтай піскен, құрғақ. Енді бірінші бөлігін алып алдық. Енді астындағы бөлігін барлығын үсті пышақтың көмегімен кесіп шығамыз. Алдымен ұзынша етіп кесіп, кейіннен оны тағы да 4 бұрышты етіп бөліп шығатын боламыз. Бұл торттың ерекшелігі, қамырын кескен кезде міндетті түрде түп-түзу қылдырып кесу міндетті емес. Бастысы 4 бұрышты қылып кесілсе болды. Енді осы кесілген қамырдың барлығын осындай арнайы ыдысқа жинап кесіп аламыз. Бағанағы артылған бөлігінде жаңағындай 4 бұрышты етіп кесіп, барлық массаға қосып аламыз. Қамырымыздың барлығын толықтай кесіп дайындап алдық. Енді осы қамырдың барлығын алдын ала дайындап алған кремімізге толықтай салып, барлығын қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламыз.
Сіздер барлық қамырды бірден салып араластырмай, бөліп араластырсаңыздар да болады. Мен бұл тортты күнделікті пісіріп жүргеннен кейін маған осылай барлығын салып араластырған жеңіл әрі ыңғайлы. Сол себептен өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай қосып араластырыңыздар. Сіздер кремді қалай жақсаңыздар да торттың дәмі еш қалай бұзылмайды. Енді осы дайындап алған кремге жағылған қамырымыздың барлығын қабат-қабат етіп, жаңағы дайындап қойған формамызға салып шығамыз. Қасықтың көмегімен бірінші қабатымызды орналастырып аламыз. Алдын ала туралған банандарымызды салып, екінші қабат қылдырып орналастырамыз. Бананды қоссаңыздар да қоспасаңыздар да болады. Барлық өздеріңіздің қалауларыңызша, бірақ егер бананды қосып жасайтын болсаңыздар, торттың өзіндік ерекше дәміменен торт сондай дәмді, нәзік болып шығады. Міндетті түрде жасап көрмеген болсаңыздар, дәл осылай жасап дайындап көрулеріңізге кеңес етемін. Банан торттың дәмін кетірмейді, керісінше тортқа ерекше дәм береді. Екінші қабатты қамырды орналастырып алдық, оның бетіне грек жаңғағында орналастырып сеуіп алдық. Енді соңғы қалған қамырдың барлығын түгелдей толық тортымызға салып, бетін біркелкі етіп жайғастырып орналастырып шығамыз. Крем жағылған қамырымыздың барлығын түгелдей орналастырып жайғастырып болдық. Енді осы дайын болған қамырымыздың үстіне тағы да бір қабат етіп банандарымызды түгелдей орналастырып жайғастырып аламыз. Жаңағы бірінші кезекте кесіліп алған қамырымызды орналастырып бетін түгелдей жауып аламыз. Қолымыздың көмегімен жаңағы қамырымыздың бетін басып шығамыз. Видеода көрсетілгендей етіп бассаңыздар болды. Кейін оның бетін жауып тоңазытқышқа бірнеше сағатқа қойып қойыңыздар. 3-4 сағатқа қалдырсаңыздар болады. Мен кешкі уақытта жасадым. Сол себептен тоңазытқышқа түнгі уақытқа толықтай қойып қойдым. Жиналған тортымызды арнайы тортты қоятын ыдысқа салып, босатып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай формадан оңай алынады. Бір жағынан формамыз таза болып қалды, екінші жағынан тортымыздың формасы бұзылмай, өте әдемі болып тұр. Торт дайын, енді оның бетін әсемдейміз. Ол үшін бізге майлылығы 20%-дан кем болмайтын қарапайым қаймақ қажет. Оған қант ұнтағын қосып, екеуін жақсылап қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Кейін оны жаңағы дайын болған тортымыздың бетіне қасықтап жағып, біркелкі етіп орналастырып аламыз. Бұл жерде айта кететін жағдай, қаймаққа тек қана қант ұнтағын қосыңыздар. Қант ұнтағынан бөлек сгущенка қоссаңыздар, сіздердің қаймақтарыңыз ағып кететін болады. Кілегейді толықтай жағып болдық. Енді тортты одан әрмен әсемдейтін боламыз. Мен бұл жерде кивиді пайдаландым. Бұл әрине міндетті емес, барлық өздеріңіздің қалауларыңызша. Кейін жаңағы алдын ала туралған грек жаңғағын қосып, бетіне сеуіп шықтым. Сіздер бұл қосылған заттарды ұнатпайтын болсаңыздар, қоспай-ақ қойсаңыздар болады. Бұл әрине міндетті емес, барлық өздеріңіздің қалауларыңызша. Кейін шоколадты ерітіп аламыз. Салқындаған, суыған күйінде тортымыздың бетіне өрнектеп, әсемдеп жағып шығамыз. Торт толықтай дайын, өте әдемі, бастысы өте дәмді болып шықты. Торт өте жұмсақ әрі нәзік, кремінің барлығы өзіне толықтай сіңген. Жұмсақ болып шыққанын айтпаса да түсінікті деп ойлаймын. Видеода көрініп тұрғандай өте мінсіз болып шықты. Бұл торттың ерекшелігі өзінің құрамының барлығы қолжетімді, кез келген дүкеннен ала аласыздар. Бастысы кремі сливкесі жасалады. Қарапайым қаймақтың көмегімен осындай дәмді тортты жасап, үйреніп, өздеріңіздің отбасыларыңызды, қонақтарыңызды, балаларыңызды қуантыңыздар. Өте қолжетімді әрі тез, жеңіл жасалады. Торттың қаншалықты оңай жасалып, дәмді болып шыққанын әрине өздеріңіз жасап көрмесеңіздер білмейсіздер. Тортты жасап көрсеңіздер, кейін комментарийға қалай шыққанын жазып, ойыңызбен бөлісе отырыңыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.